Так, ассалаумағалейкум ағайын, ардақты ағайын. Міне біз бұл Чымкент қаласына Kia Carnival деген көлікті алды. Соны тест-драйв қылып, егесін сұрап, қазір айдап жүрміз. Заправкада тұрмын. Бүгін аукционға барамыз. Бұл 2018 жылғы так, заправка болыпты. 2018 жылғы 2/2 18 миллион 800-ге алды. 18 миллион 800-ге алды. Қазір іші салонын көрсетем. Чек бермеді, чек берді. Міне қазір отырамыз. Бұны іші жоқ. Push start, не монитор, подогрев, мультируль. Бұның арты 9 орындық, тағы да орындар бар артында. Осындай кеттік. Так. Так, біріншіден жаңағы бағаларын айттым ғой, 18 жылғы аукционнан 18 миллион 800-ге алды. Аукционның 2/2% бар. Бүгін қазір аукционға барамыз тағы да. Осылай осыны алды, бәрі бағасын айтпайсың дейді. 18 миллион 800-ді 18 миллион 800-дің 2/2%-ның қанша екенін көріңіздер калькулятордан. Где-то 190-200 мың вон болады. Соны қосасыз, сонда 19 миллион бір тиындар болады. Сол 19 миллионды 3-ке бөлсеңіз, біздің Қазақстанның теңгесі шығады. Плюс соған доставка 1,5 мың. И жаңа біздің услуга $1000. Осылар кірет, сол біздің Қазақстанға дейін барады. Енді ар жағында уже утилизация, сертификат, растаможка, первичная регистрация осылар төлесек, бұл Қазақстанның машинасы болады. Чем енді Арменияны өздеріңіз көріп жатсыздар, бәрі көз жұмып алып келген еді. Оларға өкінішті орай қиын жағдайлар болып жатыр қазір. Бауырларымыз айтып жатыр бәрі. Мынау таза өзіміздің туғанымыз сияқты болады машина енді. Шын айтқанда, Қырғызстанның нөмірімен, Арменияның нөмірімен жүрсек, білім тұрды, айдап жүрсің де, менікі екен, ақшаңа сатып алғанын білесің, бірақ чужой екен, бір нәрсе болатын күтіп жүресің постоянно. Ол адамның өзінің ішіндегі ойлап жүргені, қашан қалай болады екен, өкімет жеңілдік берсе екен дейді, мысалы. Өкіметтен жеңілді қандай нәрсені сұрау керек? Жаңағы утилизационный сбор деген. Бізде утилизационный сбор не үшін қайқа төлеп жатқанын білмейміз. Соны осы жоғары жаққа жетсе екен. Осы сөздер кішкене сол жағын қарасса екен. Өйткені бәрі жақсы машинамен келеді. Сокстер сияқты бәрі комфортны жүргісі келеді. Оған сол біздің утилизация деген өте қымбат. И ол қай жаққа түсіп жатқанында біз білмейміз. Білеміз, бірақ айтамаймыз. Так, дәлелденбейді ол. Сол нәрсе, соны өтініш қылам. Сол жақтардан кішкене қарастырады, сонда бүкіл кішкене қазақтар, қазақстандықтар, өзіміздің бауырлар мынандай портерлермен алып жұмыс жасап, әрбері тірліктерін істейтін еді. Қаншама, грузовой техникалар бар, спецтехниканы да қазір қиынып қойды. Сондай осы видеоны жан-жақтарыңызға таратуды сұранам. Неге? Өйткені осы видео жетсін, ол жаққа да барсын, естісін,
чтобы экономикамыз кішкене көбейсін, мықты болсын. Сол жоғары жақтағы ағаларымызға рулить етіп отқандай былай бәрін, мысалы кішкене халықта да ойласақ жақсы болар еді. Уже қазір 21 ғасыр, бәрі прозрачно жасалып жатыр, өйткені заманауи технология дамыған сайын осындай видеорегистрация или басқа дәлел, и қазір көбісі шетелге барып келіп жатыр, бәрін почти біледі, қалай өмір сүріп жатыр, кім қай ел қалай өмір сүріп жатқан бәрін біледі уже. Сол сияқты бізде сол елдердің бір қатарына, Қазақстан соншама жеріміз, халқымыз аз, соншама жеріміз бар, бірақ кедей тұрамыз. Жан-жаққа Америкаға, Кореяға, Европаға жұмысқа барып жатыр бәрі. Так, сол осындай или басқа Корея, Америкаға жол ашып берсе, мысалы жастарға, Корея қандай болды кезінде? Жастармен өздері келісті, президент келісіп, Германия, Европа, Сауд Арабия, соларға жұмысқа жіберді. Қараңыз, бірінші біз олармен келісті, оларда ақша болмады, корейстерде. Сіздер алып істетіп көріңіздер осы адамдарды. Сосын арғарай жаңағы результатын айтасыздар. Сосын сонда келісім болды Германия мен Корея. Сөйтіп мына жақта президенті келіп, давайте біз енді иненің ұшындамыз, көрсететінді өзіміз көрсетеміз, ал кімде кім сол жақтан мамандық и жұмыс істеп көп мамандықтарды біліп келсе, соларға осындай есінде қалмады. Соларға, сол Кореяға келгендерге мысалы көп жағдайларын істеді. Налог төлемейді, басқа қылмайды, көп сол нәрсесіне сөзіне тұрып президенттерді істеп берді Кореяда. Мен толық қазір ұмытып қалдым, сол түр историясы сондай қалай көтерілген. Мыналарды енді қараңыздар, основном мысалы мамандық. Әр машинаны қарасаңыз, әр дизайннан ұрлап алғанда, алып, соны жабыстырып істей берген. Солармен барады, келіседі, технологиясын алып келеді, өшірге жайлап, бірте. Сөйтіп Hyundai, Kia қалай көтерілді, мысалы. Соның Sanyong деген бар, Chevrolet бар, жақсы, молодец, кәрістер пысық. Осылай бізде шетелдерге шығып, біздің елбасымыз кішкене бір жеңілдіктер берсе, жастар шығып жұмыс жасап келсе, өте керемет болар еді, менің ойым. Сонымен осы Кореяда жүрген, Америкада жүрген қазақтар бауырларымызға айтарым, құр жүрмей, бір мамандықтарды үйрене беріңіздер. Оқыған кезде әшейін оқисың 5 жыл бойы, ал қазір нада осындай жерде практикада жүресің. Практика ол тез үйретеді адамды. Оны өзімнің басынан өткен білем. Не істесеңіздер де, қандай жерде жұмыс істесеңіздер де, заводтарда соның басынан аяғына дейін білсеңіздер, сіз оған ертең Қазақстанға барғанда сол нәрсені істей аласыз. Сосын енді машина айтып келіп, басқа политиканы айтып кеттім. Так, осы карнивал міне жақсы, жағдайы 2-2, дизель, жаман емес, ол кісіге апарып сатам деді. Сол кісі құдай қаласа сатып, аман сен қайтып келіп, тағы машина заказ бере берсін. В общем, карнивал подогревті қосып қойған жақсы автомат. Бізде только кішкене неден проблема болмаса, дизельден қалған бәр жері жақсы. Сондай. Так, қазір машиналар уже кішкене көбейіп жатыр.
бағасы бірақ түспейді. Соната, Hyundai Sonata 9 дей ма біздің сөзбен. Ол әлі бағасын вообще түсірмей жатыр. Копия жақсы, қалған машиналарды жақсы. Бізде қазір Grandeur кішкене жақсы болып жатыр. Sonata мен Grandeur'дің бағасы почти бірдей. Лучше Grandeur жақсы 2 куб или 2-де 4. Так, сондай жаңалықтар. Иә. Сондай тағы не етен дегенім. Осы біздің жаңағы растаможка утилизацияны кішкене бізге первичный регистрацияда кішкене қиындау. То есть сіздерде YouTube көріп жүрсіздер ғой. Мысалы Украинада осы елбасылар ауысқалы бері таможня өте жақсы болды дейді. Оларға 2015-14-ке дейін ма кіреді екен. Иә, кіреді. Как положено, растаможкасын тиімді елдің өзінің уровеніне қарай тиімді қып істеп көмектесіп болған екен. Мен жерде Украинадан балалар келді. Солардан сұрадым, сіздерде растаможка қандай десем, осындай деп бәрін айтып беріп жатыр. Сонда қараңыз, рахат. Адам кішкене бір үміттеніп, кішкене жинаған ақшасын жақсы машина мінгісі келеді. Иә, семьясына неғысы келеді, көрсеткісі келеді, әке шешесін алып жүргісі келеді. Енді басқа жаққа мақтанғысы келеді бізде. Адам болғансын ниеттері бір ғой. Сол Украинада мен точно қазір тағы да ұмытып қалдым. Растаможка біздікінен 3 есе арзан. 3 есе арзан. Олардың заводта істеген адамдары, болмаса больницада істеген любой адамға ақшасын жинап алуға болады екен. Жаңа көлік 2015 жылғы, бұл жерде 2015 жылғы машина өте керемет әлі. Әлі бір 5 жыл тимей айдайсың. Ешқандай жерін тимей айдай бересің. Сол сияқты, сол басқа елдер сияқты бізде 2018 жылы қойған. Оның үстінде жаңағы нелер растаможкалар қымбат. Халықтың айлығы мынандай. Қалай жетеді ол ақша? Мен түсінбеймін, сәйкес келмейді деді ондай нәрсеге. Кішкене осы видеоны видеоға подписать етіп, жан-жақтарыңызға таратып, осыны жоғарыдағы ағаларымыз көріп, кішкене жеңілдік жасауға сұранамын. Так, сол бар айтарым әтөрі. Еліміз жақсы болса, еліміз мықты болса, бізде өшақта қуанып жүреміз. Сосын неге, мысалы бір нелер бар, біз өзіміздің Қазақстанның ішінде, Қазақстанда бір-бірімізді жаңағы мынандайлар лақтырады, қадайды дейді, алдап кетеді, өтірік алдайды, қарыз алады, бермейді, анау қылады, сондай проблемалар көп. Біз сияқты мысалы сыртта жүрген адамдар, осындай сыртқы елде жүргендер, қазағым деп видео түсіреді, қазағым деп айтады. Неге олар? Өйткені қадірін түсінеді екен да. Жоқ болған кезде ғана қадірін түсінеді. Мысалы, кім болса да үлкен кісілер біледі. Әкеме, шешеме қайтыс болып кеткен соң осындай істейтін ем, жоқ болған соң қадірін түсінген соң, мынандай істейтін ем дейді. Ол уже кеш болады да, бар кезде істеу керек. Бар кезде істеу керек, қаншалықта. Ол кісілерден ең жақын адам жоқ. Сосын ағайындар, кішкене бір-бірімізді сыйлымды, алдамай, үйімшылы болып, сондайға кішкене әдет қылайық, сонда жақсы болады. Мысалы, өздеріңіз көріп отырсыздар, жалғыз мен емес, көп адам. Неге? Мысалы, Арман бар. Арман отыр Турцияда. Мысалы, ол да жаңағы қазақ үшін мен жанымды берем, басқаны берем деп. Неге? Ол кісі де сыртта жүр.
сыртта жүрген соң сырттағы жаңағы Қазақстанда болып жатқан ақпараттар жаңағы WhatsApp осы интернет арқылы келеді, көреді, жаңағы айтады өзінің сөздерін. Сол сияқты сыртқы елде жүрген қазақ бауырларымыз неге қазақ дейді. Ол сол себептен қадірін сол кезде ғана түсінеді екен. Оны бәрі біледі. Өзі сыртта жүрген қаншама Кореяда и Америкада жүргендер түсінеді уже жалғыз болған кезде жоқтығын қазақстандықта. Солай кішкене көбісінің ақыл сезімі, ойы ашылады, басқаша болады. Басқа елде ұлтты көріп, в общем, сондай нәрселер. Так. Жақсы, онда мен уже келетін жаңа кісілерді аукционға апаратын жерге кеп қалдым уже. Видеоны жан-жақтарыңызға таратуыңызды өтінем. Сосын маған обязательно подписать етуді, лайкты басуды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Жақсы, келесі кездескенше.